Ал табиғи сипаттағы мұндай апаттан аман Алматы облысында суармалы егістік көлемі артып келеді. Алдағы 2-3 жылда алқаптың көлемі 120 мың гектарға дейін ұлғаяды. Ал биыл жетісулық шаруалар қант қызылшасы, соя және жүгері дақылдарын былтырға қарағанда 5 мың гектарға артық септі. Өңір стратегиялық маңызы бар бұл дақылдардың өнімділігін жаңа технология арқылы арттыра түспек. Жетісу жеріндегі егін ору науқанын меншікті тілшіміз Қуаныш Қанатұлы көріп қайтты. Механизатор Амангелді Сарқатұлы Баян-Өлгей жерден көшіп келген қандасымыз. Комбайн тізгіндегеніне 45 жылға жуықтапты. Өзі еңбек етіп жатқан Жанбай шаруа қожалығы биыл 80 гектар суармалы жерді игеріп, өнімін жинауға кірісті. Астық жаман емес енді, шамасы 30 бен айланып тұр ғой енді. Өнім жақсы деп есептейміз енді. Техника да жақсы. Дәл осы Көксай ауданындағы Кеңдала шаруа қожалығына биыл 12 ұсақ шаруашылық біріккен. Биыл 400 гектарға жуық алқапқа қант қызылшасы мен соя сепкен. Шаруалардың еңбегінің жемісті болуына сервистік дайындау орталығы үлесін қосуда. Заманауи технология мен жаңа техниканың арқасында мына алқапта қазір бірде-бір арам шөбі жоқ. Ал тәтті түбірдің алды шамамен 2 килограммға дейін жуықтады. Ал шаруалар бұл жерден биыл 1000 центнерге дейін өнім аламыз деп жоспарлап отыр. Өнімділік артса, Көксу қант зауытының да пайдасы еселенбек. Биыл кәсіпорын модернизациядан өтіп, көгілдір отынға көшті. Зауыт 240 мың тонна қант қызылшасын өңдеп, 28 мың тонна тәтті шекер алуға үмітті. Газдың қосқанның өзінде целый мынау завод бойынша затраты 20-25 пайызға азаяды. Оның барлығы за счет, значит, себестоимость сахара уменьшится. Производительность өте биік болады. И халықтың сол жерде істеп жатқан жұмысшылардың жалақысы өседі. Жалпы Жетісу өңірі биыл 953 мың гектар жерге түрлі дақыл септі. Ал қант қызылшасының көлемі 11 200 гектар. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы.